Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ақпанның 25-сі. Сабақтың тақырыбы әжемнің айраны тәтті. Кефир бабушки сладкий. Диалогты қайталаймыз. Бұл жерде сұрақтар берілген, сендер сұрақтарға жауап беру керексіңдер. Сенің атың кім? Сенің тегің кім? Сен нешінші сыныпта оқисың? Сенің жасың нешеде? Сен нешедесің? Сен қайда тұрасың? Сен қай көшеде тұрасың? Сен қай мектепте оқисың? Сыныбың нешінші қабатта? Нешінші партада отырасың? 56-шы бетті ашамыз. Открыли 56-ю страницу. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Дәмді айран. Вкусный кефир. Айран, кефир. Дәмді, вкусный. Ірімшік, сыр. Ішемін, пью. Жеймін, ем. В первом лице. Ішемін, жеймін. 56-шы бетте сөйлемдер берілген. Мен айран ішемін. Я пью кефир. Сен айран ішесің. Ты пьешь кефир. Сіз айран ішесіз. Вы пьете кефир. Ол айран ішеді. Он или она пьет кефир. Келесі тапсырма 56-шы бет суреттің астында диалог берілген. Диалог әже мен Әлбектің сөздері. Әже говорит: Әлбек құлыным, айран ішесің бе? Әлбек, ты будешь пить кефир? Әлбек: иә. Әже, ішемін. Да, бабушка, буду пить. Әже, міне құлыным. Вот. Әлбек: айран өте дәмді. Рахмет, әже. Кефир очень вкусный. Спасибо, бабушка. Ас болсын. Приятного аппетита. Оқу тапсырмасы 3-ші тапсырма жазылым. Суреттерге қарап, сөйлемдерді аяқтап жаз. Вы должны докончить предложение. Мен айран ішемін. Әжем айран ішеді. Мен ірімшік жеймін. Диалог. Сен нешесің? Мен айран ішемін. Айран қандай? Айран дәмді. Сен не жейсің? Мен ірімшік жеймін. Ірімшік қандай? Ірімшік пайдалы. Сонымен балалар, бүгінгі тақырып әжемнің айраны тәтті деген тақырып аяқталды. Сау болыңдар.